Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай өте дәмді болып шығатын үй жағдайында жасалатын тамақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен сұйық май қойып, үстіне етімізді салып, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Өз сөлімен бұқтырылу керек. Жақсылап араластырамыз. Өз сөлімен бір 15-20 минуттай қуырылады. Одан кейін үстіне кішкене су құйсаңыздар да болады, құймасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Мен кішкене су құйып, тағы да 5-10 минуттай тағы да бұқтырып алдым. «5-10 минуттан кейін бетіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне бір бас чеснок және сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, сәбізіміз жұмсарғанша қуырып алатын боламыз. Астын қатты отта қуырып алатын боламыз. Астын жай қоймаймыз. Сәбізіміз 5-10 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне капуста, қызыл болгар бұрышы және жасыл болгар бұрыштарын қосатын боламыз. Ана жасыл болып тұрған укроп және де петрушкалардың астында қоссаңыздар болады. Өз еріктеріңізге осыны 2-3 минутта жақсылап қуырып алатын боламыз. Негізі бұл подливті лағманға қолдансаңыздар да өте күшті болып шығады екен. Мен бірінші рет осылай жасадым. Үйде бар затпен жасай салған едім. Лағманның подлив сияқты болып шықты. Үстіне томат пастасын және помидор салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Осыны осылай қатты отта 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Бес минуттай қуырғаннан кейін үстіне кішкене су құйып, бесін жауып 5 минуттай бұқтыратын боламыз. 5 минуттан кейін дайын, қыздар, жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Мына капуста пекин капустасы емес, жай ғана капуста. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш. Мені қолдап пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.